Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сөйлемнен сөз таптарын сын есімді табу. Негізгі және туынды сын есімді анықтау. Бағалау критерийі сөз табы сын есімді табу. Балалар, біз қай сөз табын оқудамыз? Иә, дұрыс айтасыңдар. Сөз табы сын есімді оқудамыз. Бәріміз де бейнероликке назар аударайық. Түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі, қызыл, сары, ақ. Көлемі, кіші, үлкен, ұзын. Салмағы, ауыр, жеңіл. Дәмі, ашы, тәтті, қышқыл. Пішіні, сүйір, сопақ, домалақ. Дана, мына кестеге жинаған сын есімдердің барлығын қалай атайтынын сен білесің бе? Жоқ, білмеймін. Бұлар негізгі сын есімдер, яғни түбір сөзден болған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Жақсы, бұлар негізгі сын есімдер. Одан басқа да сын есімдер бар ма? Сен күшігіңді ақылды деп едің ғой. Осы ақылды сөзі туынды сын есім болады. Ол түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімдер негізгі, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Сонда қандай жұрнақтар жалғауға болады? Сын есім жасау үшін зат есім мен етістікке жұрнақ жалғаймыз. Зат есімге л, д, т, с жұрнақтарын жалғаймыз. Мысалы, күлкілі, таулы, ақылды, көңілді, әдепті, білімді, тәртіпті. Мен де айтайын, білімсіз, көңілсіз, сусыз. Ал етістікке ғыш-гыш, қыш-қыш жұрнақтарын жалғаймыз. Сөйлегіш, білгіш, байқағыш, тапқыш. Солай ма? Дұрыс. Қандай жақсы, көп нәрсені үйреніп алдым. Иә, сіз де көп нәрсе үйреніп алған шығарсыз. Ендеше балалар, сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ. Сын есім дегеніміз не? Екінші сұрақ. Түбір сөзден құрылған сын есімдерді қандай сын есім деп атаймыз? Үшінші сұрақ. Туынды сын есімдер түбірге қандай жұрнақтар жалғану арқылы жасалады? Сұрақтарға жауап бердік. Ендеше тапсырмаларды орындап көрейік. Қисын бойынша артығын тауып, жауаптар қорабына салу. Әдемі, оқушы, көрікті, сары. Артығы? Дұрыс айтасыңдар, оқушы. Себебі оқушы сөзі зат есім. Ал әдемі, көрікті, сары сөздері сын есім болып табылады. Ақ, әдепті, биік, таза. Әрине, артығы әдепті сөзі. Себебі ақ, биік, таза негізгі сын есім, ал әдепті сөзі туынды сын есім болып табылады. Сулы, өнерлі, саналы, мөлдір. Артығы мөлдір. Өйткені сулы, өнерлі, саналы туынды сын есім, ал мөлдір сөзі негізгі сын есім. Берілген сын есімдерді салыстыр. Қалың, әдемі, бұлтты,
үлкен, жүйрік, боранды, саналы. Негізгі сын есімдерді бір бағанға, туынды сын есімдерді екінші бағанға орналастыр. Әдемі сөзі. Бірінші бағанға ма, әлде екінші бағанға ма орналастырамыз? Әрине, әдемі сөзін бірінші бағанға орналастырамыз. Өйткені әдемі сөзі негізгі сын есім. Бұлтты. Дұрыс айтасыңдар. Бұлтты сөзін екінші бағанға орналастырамыз. Өйткені бұлтты туынды сын есім. Есінде сақта. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есім негізгі сын есім. Ал түбір сөзге қосымша жалғану арқылы жасалған сын есімді туынды сын есім дейміз. Үйге тапсырма. Бірінші жаттығу 69-шы бет. Жақсы балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.